Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген Абай атамыз. Олай болса, баланың жүрегіне қалай жол табуға болады? Ол үшін қызылды, жасылды, түрлі түсті көрнекіліктерді, түрлі интербелсенді әдістерді қолдана отырып, баланың жүрегіне жол табуға болады. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк баса кетсеңіз болады. Бұл сіздердің бұл әрекеттеріңіз маған шабыт сыйлайды. Келесіде бұдан да басқа интербелсенді әдістерді салатын боламын. Бұның электронды нұсқасын менің WhatsApp номеріме қалдырсаңыздар болады. WhatsApp номерім менің канал туралы жазылатын ақпараттар дерегінде сақтаулы тұр. Олай болса, сіздерге қалай жасалып, қалай қолданылу керектігін кішкене түсіндіріп өтейін. Міне, бұл жерде әр түсте, әр тақырыпқа арнауыңызға болады. Мінекей, 10 тақырыпқа арналған бөлімдерден құрауға болады. Әр тақырыпқа 5 сұрақтан. Мысалға, қызыл түстілер бірінші тақырыпқа дейілік. Мен барынша жеңіл сұрақтар жазуға тырыстым. Мысалы, бірдің үстін басып көрейік. Қазақтың ұлы ақыны. Оқушылар жамыраса сұраққа жауап береді. Ал олай болса, сұрақтың жауабын тексерелік. Осы сұрақтың үстіне бұлай бір бассаңыз, сұрақтың жауабы шыға келеді. Келесі екінші сұрағымыз, міне біздің екінші номерлі сұрағымыз, Оян қазақ өлеңінің авторы. Енді біз бос жерге басатын болсақ, үшінші сұрақ шығып кетеді. Сол үшін біз осы сұрақтың үстіне басатын болсақ, жауап шыға келеді. Міржақып Дулатов деп. Келесі шөптің жаманы, яғни 6 сынып бағдарламасындағы қолданылып жүрген Аяз би ертегісінен үзінді. Шөптің жаманы қай шөп еді? Деген сұраққа оқушылар шолап, жамырап жауап береді. Егер олардың дұрыс-бұрыстығын тексеру үшін біз, егерде бос жерді бассаңыз, 4-ші сұрақ шығып кетеді. Ал сұрақтың үстін басатын болсақ, дұрыс жауап шығады. Мінекей, бізде шығып кеткен 4-ші сұрақтың ұлт ұстазы. Егер мен осы сұрақтың үстін басатын болсам, жауап пайда болады. Мінекей, ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болсын бар ынтасымен атқара білуі керек деп ойлаймын. Демек, сіздер де керемет ұстазсыздар. Оқушылардың жүрегіне жол тауып, осындай түрлі түсті қызылды, жасылды дүниелермен бөлісіп, оларға түрлі әдістерді алып кеп қолдансаңыз болады. Бұл бағдарлама менде PowerPoint бағдарламасына жасалған. Мінекей, сұрақтарын осылай кәдімгі слайдқа жазсаңыздар болады. Міне, түс-түстермен бөлінген. Міне, осылардың үстіне сұрақтарыңызды қойып, одан кейін жаңағыдай ойнату үшін сначала дегенді бассаңыз, жаңағы күйге келеді. Видео ұнаған болса лайк басып, подписаться етіп, бізге шабыт сыйласаңыз болады.